Сәлем қыздар, біз бұл жерде әсіп дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі сиырдың тоқ ішегі, өкпе, жүрек және күріш, ет керек бізге. Осы аз ғана ингредиенттен осындай әсіп дайындаймыз. Бұл тағам негізі өкпе, бауыр жей алмайтын адамдарға арналған десек те болады. Себебі әсіп қып жасасаңыз, оны қалай жегенін білмей қалады. Осылай әдемі болып шығады. Ол үшін бізге өкпе, жүрек, етімізді мясорубкадан жақсылап өткізіп аламыз. Содан күрішімізді суға жарты сағатқа тұндырып, осылай дайындап алып, фарштарымызға қосамыз. Бізге керегі сиырдың тоқ ішегі, ұзындығы өз қалауларыңызша болады. Қысқа жасасаңыздар да, ұзын жасасаңыздар да, ол өз қалауларыңызша. Осылай күріш пен еттерімізді араластырамыз. Суын қосқан кезде қатты қою болмау керек, және қатты сұйық болмау керек. Тұз бұрыштарымызды осылай қосып аламыз. Қалауларыңызша, біреуі тұзы тік болғанын қалайды, біреуі кішкене ащы болмағанын қалайды. Арасына чеснок қоссаңыздар да болады. Осылай суды бірден құймайсыздар, араластырып қарап, қатты қою, қатты сұйық болмауына байланысты суыңызды кішкене қосып отырасыздар. Видеодағындай осылай жақсылап араластырып аласыздар. Керемет әсіп шығады. Жасап көріңіздер. Мінекей осылай шықты. Ет сұйық емес, қою емес. Сиырдың тоқ ішегін жақсылап байлап аламыз, босап кетпейтіндей. Баклажкіден немесе арнайы осылай базарда сатылады, воронка. Сол арқылы құямыз. Қатты тығыздап құйып жүрмеңіздер. Жарылып кетуі мүмкін пісіп атқанда. Сиырдың тоқ ішегі жұмсақтау келеді. Осылай барлық әсіп осылай жасап аламыз. Stumbled at the start line, I've done all that I can do, but I'll try again, stay on the straight and narrow, we'll meet up at the end. Осылай әсіптерімізді барлығын дайындап алып, кастрюляға салып, бір қайнатып, қатты қайнамай тұрып, иненің көмегімен тесіп аламыз. Ауасын шығарып, олай жасамасаңыздар жарылып кетеді. Бір қайнағаннан соң, көбігі шыққан кезде, ол сорпаны төгіп, қайтадан жаңартып, 1 сағатқа пісіріп аласыздар. Оны төгіп қайнатпасаңыздар, сорпалай ішпейм, қоюы керек. Әсіптің өзін ғана жеңіз десеңіздер, төкпесеңіздер де болады. Ал егерде әсіпті сорпалай ішкілеріңіз келетін болып жатқан жағдайда, ол кезде бір қатты қайнамай, сорпасын бір төгіп аласыздар. Содан таза су құйып, тұзын салып, картоп керегінше, пиязыңыз, сәбізіңіз, помидорыңызды салып,
демлеп пісіріп сорпалай жесеңіздер де болады. Қыста жақсы күшті керемет болады сорпалай. Тұмауға да жақсы екен. Бұрыш қосып ішкенге. Жасап көріңіздер. Керемет болады. Ас болсын.